Мінекей мынандай техниканың бізге қаншалықты маңызы зор екенін күнделікті тәжірибе, күнделікті қызметіміз көрсетіп жатыр, оны көріп жатырмыз. Жұмысымыздың тиімділігі едәуір өсіп жатыр. Мінекей боранды күндердің статистикасын қарасақ, 41%-ға адам шығыны азайды. Осындай техниканың арқасында, үйлестірудің арқасында байланыс құралдарын алып жатырмыз. Штабтың координациясы бар. Керемет жетістіктер біз үшін. Ол динамиканы әлі жалғастырамыз. Әлі одан да мықты техника ауылдарға берілетін болады. Азаматтық қорғау майоры Ахметжанов Азамат Мұратұлы, Өскемен қаласы төтенше жағдайлар басқармасының бас маманы. Мемлекет басшысы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев әрдайым төтенше жағдайлар органдарының қызметіне ерекше көңіл бөліп отырады. Өйткені сіздер халықтың қауіпсіздігін, ел мүлкінің, басқа да табиғи техногендік қауіптердің алдын алу аясында үлкен жұмыстар атқарасыздар. Өз кезегінде біз депутаттық корпустармен бірлесе отырып, әрдайым осы жергілікті төтенше жағдайлар департаментінің қызметін материалдық техникалық базасын нығайту аясында қажетті қаражаттарды бөліп отырамыз. Бюджеттің мүмкіндігіне қарай соңғы 2 жылда 4 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Бұл бағыттағы жұмысымызды біз арман қарай жалғастырамыз.